Сәлеметсіздер ме, менің YouTube көрермендерім. Қазіргі расклад бұл жігіт пен қызға арналады, яғни отношения, ара қатынасқа. Қазір көрейік, алда не күтіп тұр өзгеріс, қандай өзгерістер болады. Өзіңіз жайлы де кішкене айтып кететін боламын сұраққа байланысты. Енді қазір сұрақтар қоямыз, сұраққа байланысты ары қарай карта не айтады, соны айтам. Картаға не түседі, соны айтам. Қазір көрейік, сізде қандай жағдайлар болып жатыр, содан бастайықшы. Бірінші, қандай жағдайлар болып жатыр. Бір жанмен қоштасу картасы, яғни сіздер айырылысып кеткенсіздер деп тұр. Біраз уақыт болған хабарласпай жүргендеріңізге. Бұл жерде екі ойлысыз, отношения, яғни ара қатынас ары қарай жалғасады ма, жоқ па деген сияқты. Қазір көрейік, пауза ма, конец па, көрейік. Бұл жерде отношениеде завершение карта түсіп тұр, яғни отношения, ара қатынастың аяқталу картасы. Яғни екеулеріңіз екі жаққа кеткенсіздер, қазіргі таңда да бір сөйлесу бар деп айта алмаймын. Өйткені мына жерде разлука, яғни екі башня, екі жақтар ортасында жол, уайым картасы түсіп тұр. Енді уайымыңыз бар екен, бірақ екі ойлы болып тұрсыз. Сіз әлі де бір үмітіңіз бар. Мына екі ойлып тұрған карта түсіп тұр, және де завершение, яғни аяқталуы, қарым-қатынастың аяқталу картасы түсіп тұр. Яғни барлығын нүктесін қойған карта. Яғни паузада емес, бұл жерде ара қатынастың тоқтауы деген карта түсіп тұр. Енді шестерка мечей картасы, бұл жерде жол, яғни бөгет болып тұрған жол болып тұр. Яғни сіз бір жерге, басқа қалаға кету, яғни ол жігіттен ұзау деген сөз. Болмаса керісінше ол жігіт басқа жаққа кеткен, яғни жол, айырмашылығы жол болып тұр. Енді ары қарай көрейік. Паж мечей картасы түсіп тұр. Сөз болған араларыңызда келіспеушіліктер деген сияқты. Бірақ жаңағы сіз оны ойлайсыз. Сіз оны ойлайсыз, кездесем деп ойлайсыз. Мына алдында тұрған жаңа жаңағы болып жатқан, дәл қазіргі болып жатқан ситуациялар болсын, жаңа отношения болсын, сіз оны бір болады қандай тек қана прошлый дейді, өткенмен өмір сүру дейді. Тек қана сол адамды ойлау деген сияқты. Енді алдағы болып жатқан жаңағы отношениялерге көз қырын салмау дейді. Яғни көңіл бөлмеу деген сияқты да. Енді прошлойды ойлайды екенсіз. Енді мына жерге келетін болсақ, двойка кубковый карта, яғни кездесуді ойлайсыз, әлі де жалғаса ма деген сияқты. Ақылға келу дейді, өз-өзіңізді әрең тоқтатуыңыз мүмкін. Сол адамды бір аңсайсыз. Енді ары қарай көрейік. Енді бұл жерде ешқандай пауза деп үміт бермей қойын, айтпай қойын, өйткені завершение, яғни ара қатынастың тоқтау картасы. Достар, бұл кез келген адамға сәйкес келе бермейді. Егер де сіздерге сәйкес келсе, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Одан кейін менің видеом астына комментарий жазатын адамдар бар. Бұл мені алдайды деген сияқты да. Енді мен ондай ешқандай адамды алдамаймын. Сондай жазған адамдар бар екен да. Оның личкасына да өзім жаздым. Адамдар енді болады, комментарияда кез келген нәрсені жаза береді. Может, ол басқа біреуге алданған шығар. Мен ешкімді алдамаймын. Мен WhatsApp-қа жазса, яғни жауабын қайтарам, міндетті түрде. Мен жауап бермей қойып, оны алдап, ондай маған керек емес. Соны айтып қойыш деген ғой. Негізі алдында ойлаған едім, осы видео салғанда осы сөзді айтайын деген сияқты. Мен кез келген адамдарға хабарласса, кез келген адамға жауап берем. Мен ондай жауап бермей, ондай кетпеймін. Және де бұл жерде расклад жасайтын болсаңыздар, андай болады ғой.
барлық информацияны береді, одан кейін жаңағы полный жауап бересің, күтіңіз дейсіз ғой. Күтіңіз деймін ғой мен. Сол кезде бір күтпей бір шығатын, атакаға шығатын, как будто мен бір соны алдап кететін адам құсап. Сондай сөйтіп сөйлейтін жазатын адамдар бар да. Кішкене сабыр сақтаңыздар. Сіз сияқты адамдар көп хабарласады. Сондықтан жаңағы кезекпен деген бар ғой, очередь. Соған қарасаңыздар екен деп айтқым келеді. Ары қарай көрейік, жалғастырайық раскладты. Ары қарай не болады? Жаңа таныстық. Яғни бұл жерде өзгеріс. Барлығы басқа жаққа өзгеру дейді. Мына жерде звездный карта түсіп тұр. Бұл дегеніміз енді көп адамдар бар негізі сыртыңыздан ғашық болып жүрген, жаңағы болады ғой, отношения құрғысы келіп жүретін жігіттер бар, бірақ сіз оларға көңіл бөлмейсіз да. Сондай бір өзгерістер орын алады алдағы таңда. Енді маг картасы түсіп тұр, барлығы өзіңіздің қолыңызда. Өйткені мына жерде барлық нәрсе алдында тұр. Пентакли, кубковый жағы, мечей карта түсіп тұр. Және де қарасаңыздар, қолында тағы бір зат бар. Бұл карта барлығы өзінің қолында. Күтпеңіз ол жігітті. Депрессия, сондай да жүруіңіз мүмкін. Яғни күтпеңіз еш уақытта, өйткені өзіңізге ауырлық болады. Жолына қарап тоспаңыз ол жігітті. Не істеуге болады? Көрейік. Егер де жұмысыңызда ол адам болса, бұл жерде мән бермеу керек. Яғни суы керек. Бұл адамнан суы керек деп тұр. Енді колесница карта түсіп тұр. Бұл жерде жол айырмашылығы дедім ғой, жаңа жол, яғни ол жігіт кетіп қалуы мүмкін, болмаса сіз деген сияқты да, енді екі жаққа. Бір жерде жақын қалада болсын, жақын ауылда болсын, ондай емес. Негізі бұл жігіт болсын, сіз болсын, әйтеуір бір жол тұр ортада. Жол деген түсінбей қалмаңыздар, бұл жерде ол кісі, жаңа айтып кеткендей, картаның басында айттым, басқа жаққа кету, болмаса сіздің басқа жаққа барып орналасуыңыз деген сияқты. Ол жігіт сізді күтер ме? Байланып тұр, прям көзі. Өйткені бұл жерде семья дейді. Бала шаға, семья. Байланып тұр жігіт. Көзі де байланып тұр, байқасаңыздар. 8 мечей. 8 қылыш дейді. Бұл жерде шығарға жол таппай жатыр. Семьясынан жол болсын, әйтеуір. Және де черная кошка тұр ғой. Сізге баруға бір бөгет болатындай. Сондай болып тұр. Үшін бара алмай тұр. Ол да сізді күтеді. Ол махаббат күтеді деп тұр. Уже біраз уақыт өтіп кеткен дейді. Күтеді, воспоминания бар, ода ойлайды, влюбленность карта түсіп тұр мына жерде. Махаббат деген сияқты, сондай құрғысы келеді. Бірақ уже умеренность карта, уже біраз уақыт өткен, өшкен деген сөз. Жігітіміз былайша айтқанда екі ойлы болып тұр. Нақты сезім жоқ, өйткені жаңағы семьясында ойын барға. Тек бірінші орынға қояды семьясын. Енді карта кеңесін көрейік. Карта не дейді екен? Немен аяқтау керек? Жіберу керек дейді. Үнемі жаңағыдай колеса, дөңгелектер түсіп жатыр да, яғни екеулеріңіз жолыңыз екі бөлек деген сөз. Ұмыту керек дейді. Жаңа таныстық орын алады дейді. 3 айдан кейін дейді.
сізге бір ұсыныс түседі дейді. 3 айдан кейін дейді. Жаңа таныстық. 3 деген сан байқап жатқан шығарсыз. Бұл жерде 4 мечей, 4 мечей, 4 қылыш. Яғни бұл жаңа кубковый айды білдіреді. Бір ұсыныс болады. Үйленуге деген ұсыныс 3 айда. Егерде жаңа таныстық орын алады, 3 айда жаңа таныстық орын алады, одан кейін үйленуге деген ұсыныс айтатын болады. Осы жақын араларында, сол 3 айдан кейін жақын арада. Өйткені жігіт асығыс болуы мүмкін деген сияқты. Өте жаңағыдай самооценка дейміз ғой, жоғары ол кісіде. Сіз де оқыған адам екенсіз, бұл жерде өзіңіздің біліміңіз бар деп тұр. Бірдеңеңізді жоғалтып алудан кішкене сақтаныңыз. Так, алдағы таңда сізде жоғалтып алу дегенде бұл жерде жақын досыңызбен ұрысып қалуыңыз мүмкін. Осы 5 күннің ішінде дейді, тығырыққа тірелу дейді. Неге? Сізге ол өте ауыр қиынға соғады. Өйткені бір адамды ренжітіп қою сізге батуы мүмкін да. Жақын құрбыңыз болсын, жақын адамыңызбен бір келіспеушілік болады деп тұр. Содан кішкене сақтаңыз. Өйткені өзіңізге ауырлық болады. Яғни өзіңіздің жаныңыз ауырып қалуы мүмкін да іштей. Сол жерінен кішкене өтіп кетсеңіз, ары қарай жақсы болады. Суть картасы түсіп тұр, новое начинание дейді. Көп адамдарға құпия болыңыз, өйткені сырды ешкімге айтпаңыз. Осымен расклад аяқталды. Егерде жеке расклад аштырғыларыңыз келсе, хабарласыңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де айта кететінім, таро жорамал картасын үйренемін дейтін жандар болса, телеграм арқылы курс өтетін боламыз. Сол жерде осы 78 картаның барлығын үйрететін боламын. Бұл жерде старший арканы, 22 старший арканы бар. Және де младший арканы бар, 56 младших аркан бар. Негізі бұл карта, колода 78 картадан тұрады. Осы картаның негізі үйренем дейтін жандар болса, осындай карта алсаңыздар болады. Және де жаңағы бастамасына жаңағы оңай картамен бастауға болады. Енді бұндай карталар көп, бірақ бір-біріне ұқсайды. 78 карта. Осының барлығын сол телеграм арқылы курс ала аласыздар. Яғни барлығын мағынасы да сол жерде жазылатын болады. Сол жерден өтетін боламыз. Хабарласыңыздар, тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.